Сәлем, қалайсыздар? Жолдасым мыналардың бәрін дайындап қойып, ет турайын деп жатыр екен. Дәл осы етті көріп, менің бір тақырып есіме түсіп кетті. Соны сіздерге айтатын боламын. Негізінде дәл осы еттердің барлығын біз сатып алып келіп жегеміз. Өткенде қарсаңшы дайындалып жатыр. 칼 잘 갈았지? 오, 칼 갔는데 이거 하나에 10,000원이야. 칼값보다 더 비싸. Өткенде пышақ қайрап келген ғой. Қайратқан өзіне біреу 10.000 воннан болды дейді. 3.000 теңгедей күліп жатырмыз. Одан да жаңа пышақ ала салмадыңыз ба деп. Неге дәл осы етті көріп, бүгінгі тақырып есіме түсіп отыр. Себебі өткенде мен Reels салдым, TikTok салдым. Кореяда еттің бағасы қаншадан, Кореяда жеміс-жидектің бағасы қаншадан деген кезде Reels'тар салған кезінде TikTok'та және де екеуінде де атып кеткен ана видео. Сонымен комментарийларда неше түрлі комментарий оқыдық. Енді қазір оның бәрін айтып беретін боламын. Ең бірінші неге біз осылай етті сатып алып жейміз? Себебі расында да қымбат бұл жақта. Мендегі ана Reels, TikTok'та видеоларды көрсеңіздер, еттің бағаларын салыстырмалы түрде қандай ет, сиырдың еті қаншадан, килограммы қаншадан барлығын түгел көрсетіп қойғанмын. Кореяда сиырдың еті, мынаны қарасаңызшы. 맛있어 보이지? 맛있어 보인다. 미국산이야. Мынау Кореядан сатып алғанымызбен Американың еті. Кореядағы еттерді, Кореяда тұратын сиырлардың еттері деп айтайыншы, олардың еттері өте қымбат болатындықтан осындай импортталған еттерді жейміз. Дәл осы еттердің бағасы әжептәуір қымбат. Өткені мен Қазақстанның бағасын салыстырған жоқпын, тек қана осындағы еттердің бағасын айтқан кезде комментарийда ой, сен алдымен Кореядағы кәрістердің айлығын айтсай, олардың айлығына бұл еттің бағасы тұрады, бұл еттің бағасы оларға түк емес деген сияқты ақшасын айттық, орта есеппен ақшасы қанша болады деген сияқты сөздер көп келген екен. Тіпті мен осы Кореяда жұмыс жасап жатқанда мынанша болды. Менің табатын айлығым айына 5 миллион теңге, 6 миллион теңге, 10 миллион теңге табам, 10 миллион вон табам деген адамдар да бар екен. Табыңыздар, сіздердің табыстарыңыз күшті болған бізге жақсы ғой. Бірақ мен 기름이야. еттің арасына май тығып қойыпты. Кәрістер майды жаман жек көреді, көп жемейді. Сол үшін майларын кесіп, как будто бір етте майы жоқ құсап қойып қойғанмен арасында майлары бар екен бәрібір. Айтып жатыр, кәрістердің орташа айлығы қанша табады, мына ет сен қымбат деп айтып жатырсың деген. Негізінде жалпы кәрістерде айлықпен берілетін бар, сағатына төленетін бар да. Айлықпен орта есеппен алған кезде бір айда бір 700.000 теңгеден бастап миллион теңгеге дейін табуы мүмкін. Кәрістердің өзі заңды түрде. Әрине қаншалықты жас болса соншалықты айлығың аз болуы мүмкін, қаншалықты жасың өскен сайын айлығың көп болуы мүмкін. Бұл мен орта есеппен айтып жатырмын. Сіздің мамандығыңызға, атағыңызға байланысты айлығыңыздың дәрежесі әртүрлі бола береді. Ал енді сағатына келетін болсақ, жалпы Кореяда заңды түрде 2024 жылы 3461 теңге бір сағатқа төленеді. Ал енді 2025 жылы қаңтар айынан бастап сағатына 3615 теңге төленеді екен, 200 нәрсе теңге өседі. Одан кем еш жерде айлық алынбайды. Егер осы заңды түрдегі айлықты бір айға есептейтін болсақ, айына сол 700.000 теңге мен миллион теңгенің арасында кәрістер орта есеппен осындай ақша табады. Ойбай, миллион теңге тауып жатыр екен ғой, бұлардың шығыны жоқ, онымен рахаттанып өмір сүре алады дейсіздер ғой. Рахаттанып өмір сүретін ақша емес негізі. Себебі Кореяда табысыңыз көп болғаныңызбен шығысыңыз соншалықты көп. Кореяда тұратын, елден келген, жұмыс жасауға келген ер азаматтарымыз бар, қыздарымыз бар. Ол жақта квартира мынаншаға тұруға болады, азық-түлік мынанша, елге мынанша жібереміз деп айтып жатады ғой. Бірақ кәрістердің өздері тұратын аудандарда, кәрістердің өздері тұратын бір жаңағы қалашықтарда тұратын болсаңыз, сіз ол бағаға квартира таппайсыз. Бұл жақта ай сайынғы төленетін квартираның өзі 300-400 мың теңгеден жоғары болады, отбасы болып тұратын болсаң. Ал енді елден келіп жұмыс істеуге, таза тек қана жұмыс істеп табыс табуға келген адамдар, ондай бір қалашықтарда тұрудың қажеті жоқ қой. Жұмыс қай жерде көп, сол жерде тұрады. Шындығына келген кезде, ол жерден шетел азаматтар көп болатындан, ол жердің үйінің бағасы арзан болады, үйдің состояниесі де бағасына сай болады деген сияқты. Сол үшін негізі кәрістердің айлығымен салыстыру, бұлар айлықты сіздер айтқандай, сіздер ойлағандай көп алмайды, көп алатындары бар ғой. Бірақ бәрібір шығындары өте көп. Бір баламыз болған күннің өзінде де ай сайынғы кететін шығынның көпшілігі, жолдасымды барлықтарыңыз білесіздер ғой, негізі сараң ғой, негізі мен жолдасым. Сараңды соншалықты етті алсақ та, кесілген еттерді сатып алсақ, әжептәуір қымбатқа түсетіндіктен үйге келіп өзі осылай майларын бәрін бөлек-бөлек алып кесіп, соншалықты экономный жағдай үнемдеп жұмсағанды жақсы көреді. Ал енді қазақтарға келетін болсақ, Қазақстаннан келіп Кореяда жұмыс жасап жатырмын. Менің айлық табысым 5 миллион теңге, 6 миллион теңге деп айтатын адамдар, олар расында да бір сезонный жұмыстарда, құрылыстарда жұмыс деп, айына 30 күн бар ма, 30 күннің біреуінде демалмай жұмысқа шығатын болса, онда бір сол 2-3 миллион теңгені айына табуы мүмкін. Бірақ
ондай ешкімде ондай мүмкіндік жоқ. Мысалға айтатын болсақ, ең көп жұмыс істейтін Кореяда заводтарды айтады. Заводтарға келген кезде негізгі мен көп байқаймын, осы біздің елден болсын, қай елден болсын келген адамдардың, заводта жұмыс істейтін адамдардың орта есеппен айлығы 2,5 миллион вон, 2 миллион вон сондай болады екен. Шамамен сол 700 мың теңгенің айналасында ол заводта жұмыс істейтін адамдардікі. Енді заводта жұмыс істеген кезде кейбір адамдарда жататын жатақханасы болуы, тамағы тегін болуы мүмкін. Ал енді кейбір жерлерде үйіңізде сол жаңа 700 мың теңгеден үйіңізге бөлек шығатын болсаңыз, азық түлігіңіз бар, жүріп тұратыныңыз бар, кейде аудан болған кейін ауырып қалатыныңыз бар, шығындарды есептейтін болсақ, айына сіз тапқан 700 мың теңгенің бәрін үйге жібере алмайсыз. Сіз бір өзіңіз тұрған жағдайда. Ал енді мен айына ойбай 3 миллион вондап тауып жатырмын, 5 миллион вондап тауып жатырмын дейтін адамдар, әрине олар сезондық жұмыс жасайтындар. Яғни егістікке барып жұмыс жасайтындар, немесе бір құрылыс саласында жұмыс істейтіндер. Құрылыс саласында жұмыс істейтіндер негізі ақшаны жақсы табады деп естиміз. Өте жақсы табады дейді, егер 기름 왜 이렇게 많아요? 이거 기름이 아니고 이거 떼내야 되는 거야, 질긴 거. 아 진짜? 근데 고기는 별로 없고 너무 잘리게 많은데. еті азғантаяқ шығатындығы шығыны көп қой мына еттің біратыла. Ол мысалға құрылыс саласында жұмыс істейтін адамдар айына мысалы 2 миллион теңгелеп 2 миллион теңгелеп тапқанымен оның сіз барлығы қолыңызға сіздің түспейді. Сіз арнайы бір бұл жақта самышыл деп аталынады, арнайы бір офистер арқылы жұмыс беретін офистер арқылы жұмысқа шығасыз. Айлығыңыздың белгілі бір процентін сол адамдар алып отырады. Одан бөлек сіз құрылыс саласында жұмыс істейтін болсаңыз, күніне мысалға 50 мың теңгелеп 70 мың теңгелеп табуыңыз мүмкін. Ер балалардың жұмысы қаншалықты ауыр болады, соншалықты ақшаны жақсы төлейді бұл жақта. Яғни сіз күніне 50 мың теңге табуыңыз мүмкін, 70 мың теңге табуыңыз мүмкін. Бірақ ол өте қауіпті жұмыс. Біріншіден, екіншіден денсаулығыңызды өте алып қоятын жұмыс. Сіз сонша ақшаны тауып жатқаннан кейін сіз 30 күн демалмай істей алмайсыз. Сіз организміңіз шаршап, бәрі 1-2 күн жұмысқа шықпай қаласыз. Одан бөлек ауа райы. Ауа райы жаңбыр болатын болса, басқа болатын болса, жұмысыңыз болмайды. Сондықтан елден келген кезде ойбай Кореяға барсаң, айына 2 миллион теңге табыс табасың, 3 миллион теңге табыс табасың, соның бәрін бір тиын жұмсамай, как будто еліңізге жіберетін деп әңгіме айтады ғой. Ондай емес. Шығатын шығысыңызды есептеп берейін бе? Осында келіп жұмыс жасап жатқан қазақтардың шығатын шығынын айтатын болсам, тұрып жатқан квартирасына жоқ дегенде бір ең арзаны 150-200 мың воннан төлеу мүмкін. Ол біздің ақшамен қанша болуы мүмкін? Бір 50 мың теңгемен сол бір арасы 50 мың теңгемен 70 мың теңгенің арасы болуы мүмкін бір айда. Бірақ ол расында да үйдің жағдайы, состояниесі сол баға сай деп түсіндірсем болатын шығар. Сондай үйде тұрасың, немесе бірнеше балалармен, бірнеше адамдармен қосылып тұруыңыз мүмкін. Ол квартираңыздан бөлек сіздің азық-түлігіңіз. Азық-түліктің бағасын мен өзім Instagram, TikTok-ма шығарып қойдым ғой. Бағалары әжептәуір. Кәдімгі торговый центр демей-ақ қояйын, кәдімгі супермаркет бар ғой. Супермаркетке барып сіз азық-түлік қаржылайтын болсаңыз, еттің бағаларын мен бәрін сол жерге шығарып қойып көрсеңіздер болады. Еттің бағалары килограммы емес, граммы қанша тұрады. Картошкілердің, фруктылардың граммдары қанша тұрады. Сіз оның барлығын сатып алатын болсаңыз, оның барлығы шығын. Ал оны сіз жемей жұмыс істей алмайсыз ғой, бәрібір сізге әл керек. Жаңа комментарий көрсем, мен осында жұмыс істеп жатырмын, келіңдер, айына 3 миллион теңге деп тауып жатырмын деген адамдар да бар екен да. Бар ғой, бірақ ол табысыңыздың барлығын үйіңізге жібере алмайсыз. Шығыныңыз әжептәуір бар. Корея қымбатшылық деп айтқым келеді. Негізінде әжептәуір қымбатшылық. Мен қаншама қазақтарды білемін. Келеді, 2 күн, 3 күн жұмыс жасайды. 2 күн, 3 күн жасаған жұмысына өзінің жаңағы тамағын, тапқан табысына тамағын, квартирасын төлеп қояды да, бір апта алып жұмысқа шықпай жата береді. Яғни тек өз күннің өзі көріп, елде қалған отбасына жұмыс жоқ, жаңбыр болып жатыр, сезон болып жатыр, жұмыс таппай жатырмын деп рахаттанып демалып жатқан қазақтар да жетеді. Одан бөлек тапқан табысына енді жастар әсіресе клубқа барады, ішеді, басқа қылады, машина айдайды, машина сатып алады, шығынның бәрін сол көлікке жұмсайды, ондай да көп. Негізі келген кезде барлығының ниеті бір. Келемін, ақша жинаймын, елге барам, үй алам, көлік алам, бизнес жасам. Осы ниетпен келеді, ол ниетін орындап жатқандар да жетеді. Бірақ сол ниетіне жете алмай, керісінше елінен ақша сұрап, елін кредитке кіргізіп жіберіп жатқан адамдар да негізі жетеді ғой, өзімізге тікелей байланысты. Мен жаңа салған видеолардың астында өтірік айта бермеші, олардың айлығын айтсай дейтін жандарға, айлығы расында да негізі қарапайым кәрістердің заңды айлығы 700 мың теңге, миллион теңгенің арасы. Және де одан бөлек атқаратын жұмысына байланысты өсе береді деп түсінсеңіздер болады. Ал енді Кореяда жұмыс жасайтын қазақтардың айлығы, основном заводта жұмыс жасайтын қазақтардың айлығы 700 мың теңгемен
шамамен 700 мың теңге 800 мың теңге болады. Ал енді құрылыс саласында немесе егістікте жұмыс жасайтын адамдардікі миллион теңгеден асуы мүмкін. Бірақ соншалықты шығысы бар екенін ұмытпаңыздар. 어려워요? 싼 이유가 있어. 진짜? 도와줘요? 이게 먹어도 되는지 안 되는지 모르겠어. осы жол алған етіміздің майлары көп екен просто. сондықтан 아니, 마이가 아니고. май 아니야? 이거 뭐 질긴 거야. сіңірі ма? сіңірі көп деп айтайын ба, қандай сіңірін бәрін бөлек-бөлек алып тастап жатыр. Жалпы осы бейнежазбада қорытындылайын дегенім, еттің бағасы, етті көріп есіме түсіп кетті ғой. Негізінде етті көріп есіме түсіп кетті. Етті көргенде сіздердің жазған комментарийлеріңіз бәрі есіме түсіп кетті. Бұл жақта табысы орта есеппен миллион теңгені құрап тұрғанымен шығысы өте көп. Үйіңіз бар, страховкаңыз бар, телефоныңыз бар, басқаңыз бар, көлігіңіз бар, бензиніңіз бар, барлық нәрсе қымбатқа шығатындықтан тапқан табысыңызды 100% үйіңізге бүйтіп бере салам деп ойламасаңыздар болады. Менің жолдасым негізі Сараң екенін сіздер барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Сараң жолдасым бүгін бізге осындай ет құрып берем деп таң атпай өзі қимылдай алмай ет турап отыр. Көмектесейін, өйткені мыналардың бәрі әлі көп. Видеоны өшіріп, жолдасымыз екеуміз еттерді турап тастап, біз енді обед жеп аламыз. Ал енді елде отырып, бала шағасын, күйеулерін осында жұмысқа жіберген жандар тапқан табысың 700 мың теңге, миллион теңге ғой, қан неге миллион теңге жібермейсің деп сұрамаңыздар деп айтқым келеді. Өйткені бұл жақта ақша табу оңай емес. Тапқан табысының өзінің шығынын шығарып барып жіберсін, өйткені қымбатшылық. Сіздер ойбай қойшы сонша бір рет сонша тұра ма деп айтпаңыздар. Осында тұрып жатқан мен сіздерге айтайын, бұл жақта расында да қымбатшылық. Бала шағаңыздың, күйеуіңіздің тауып берген табысын берекелі түрде әдемілеп жинап жұмсаңыздар деп айтқым келеді. Ал егер де Корея мен Қазақстанның арасында жұмыс визасы шығып жатса, нақты официальный түрде шығып жатса, онда сіздерге сол кезде шықты деп бірінші сүйінші сұрайтын боламын. Табысы көп болғанмен шығыны соншалықты көп. Ал мен жолдасыма етке көмектесейін. Сау болыңыздар. Мынанша еттен мынанша сіңір шықты. Ал мына еттің бәрін қай уақытта жасаймыз белгісіз. Сау болыңыздар.